1 айлық тамақты 2 күнде жасап тастадым. Біріншіден біз дұрыс тамақтануға өттік. Сіздерге эко азық-түлікті қайдан алу керектігін осы видеода айтамын. Ең бірінші Алтын Орда базарына бардым. Ет базарынан жылқының бір санын алып, станокпен бөлгізіп алдым. Біріншіден жылқы еті өте пайдалы, екіншіден холестерин жоқ. Сан еті жұмсақ және етті келеді. Сүйек аз болғандықтан фарш тамақтар жасауға ыңғайлы. Лактозасыз фудмастердің осы сүтін алдық. Енді тек лактозасыз сүт пайдаланайық деді. Сұйық майды да аса сақтықпен пайдалану керек. Мен жылқының іш майын шыжғырып алдым. 3 килограмм майдан 2 литр май алдым. Сонымен қатар Алтын Ордаға барып жатсаңыз, для зажарки қуруға арналған оливке майын алып алыңыз. Бағасы 2800 теңге. Есесіне аздан қосасыз және денсаулыққа зияны жоқ. Алтын Орда базарынан қантсыз осы конфетті алдық. Денсаулыққа зиянсыз 100% таза шоколадтан. Одан шығып Тастақтағы Түркебаева 143 адресінде орналасқан эко дүкенге бардық. Бұл дүкенде жаңағы мен айтқан май, конфет бәрі бар, бірақ қымбатырақ. Бірақ бұл жерде ұн, цельнозерновой, күріш, гречка ұндары арзан. Кокос майы, лактозасыз сүттің түрлері, пайдалы печеньялар, спагетти, макарондар бар. Сонымен қатар тұзға дейін өзгерттік. Гималайский тұзды пайдаланған денсаулыққа пайдалы. Сақтап, жақыныңызға жіберіп қойыңыз. Денсаулығыңызды дәрісіз, дұрыс тамақтану арқылы емдеңіз.